Апам мені тастамашы. 1 бөлім. Жаңбырлы түн. Алматының жаңбыры анау айтқандай жай ғана жауып қоймай, шелектеп жауатынын қайтерсіз. Сондай кештің бірінде Шамшырақ апа өз үйінен қаңғы мысық секілді қуылғаны жүректі сыздатып барады. Құлыным-ау, танатсыншы, өзім-ақ кетемін. Жаңбырлы түнде қайда барамын? Деген кәрі ананың сөзін ішіп алған баласы тыңдар емес. Ой мам, біздің өмір сүруімізге кедергісін. Әлде қашан айттым, басқа бәтшерге тұр деп. Дәл бүгін кетші. Аузындағы сағызын күйіс қайтарған сиырдай шайнандаған келіні. Кешке 2 жастың ортасына есі кеткен түседі. Ұлың айтып тұр. Әне киімдерің дайын тұр. Жетер енді тез кет. Біздің жұмысымыз бар. Жан деп арсыз күлкісімен Саятбекке қарады. Өз ұлы күшпен үйден қуып шыққан тас бауыр ұлын тәрбиелеуден қай жерде қателестін деген ананың көз жасы тыйылар емес. Шырақ апаның өткен өмірін сіздерге түсінікті болу үшін басынан бастап баяндайын. Менің анамның бір ғана жанашыр, өте мейірімді әпкесі Шамшырақ апа еді. Жан дегенде жалғыз ғана бауыры. Бала кезден талай қиыншылыққа төзген бауырлардың бірі бақытты болса, енді бірі өмірінің соңына дейін бақытсыз болды. Бәлкім тағдыры, бәлкім өз таңдауы. Менің анам әпкесі екеуін дүниеге әкелген соң, анасы құрсақ көтермеді. Отбасында 2 қыз, өте бауырмал әпкесі болған. Анасы мектепте еден жуып, жұмыс жасайды. Әкесі КамАЗ айдайтын. Арасында ащы судан ішетіні бар. Сол ащы суда ажалына себепкер болды. Бірде ішіп алып, КамАЗ жүргізгенде апатқа ұшырайды. Содан әкесі қаншама ай бойы ұзақ ауруханада жатып, аяғын кесуге мәжбүр болды. 2 аяқ қатты зақымдалған, кеспесе болмайтын. Қолдары да жансызданған. Бірақ уақыт өте қалпына келетін дәрігер айтқан еді. Ащы судың кесірінен мүгедек болып қалады. Дәретке отыруы қиын. Әкесін бірде анасы апарса, енді бірде енді бой жетіп келе жатқан 2 қызы отырғызады. Бұндай өмірге қыздарын алдында әуретті жерін көрсеткені үшін намыстанған әкесі: Құдай, мені неге тірі қалдырдың? Мына өмірдегі ең бейшара адам қылдың ғой. Қыздарымның алдында дәрменсіз еттің-ау, деген әкесінің сөздеріне бәрі жылап алатын. Кейде ұлым болғанда маған көмектесер еді, деп ашулана әйеліне үнемі айтады. Қайтсын енді өмірдің сынағына шыдай алар емес. Ұзамай әкесі уксус ішіп өз-өзіне қол жұмсады. Ол кезде 2 қызы да мектепке сабаққа кетті. Әйелі жұмыста еді. Түске дейін қыздары мектептен келемін дегенше қатты қиналып, кейде дәретін жіберіп қойып, солай 2-3 ай өмір сүріп жатқан еді. Шыдамады байғұс әке. Тәні ауырса да, қыздарының алдында дәретке отырғаны байғұс әкенің жүрегіне қатты батты. Жесір қалған ана 2 қызын ешкімге жәудіретпей, өзі асырап бағып келеді. 2-ші рет күйеуге тиюге түгелі қарсы. Қыздарының тағдырына алаңдайтын ананы бір түсінсе, бірі түсінбейтін. Қалжыңдап, әлде аяушылық па, әйтеуір бас қосқан кезде: неге 2-ші рет күйеуге тимейсің? Қыздарын ертең өз шаңырағын құрғанда жалғыз қаласың. Жалғыздық Құдайға жарасқан, деп өздерінің туысы, немесе танысы, әйелінен ажырасқан, немесе әйелі қайтыс болған ер адамдардың ұсынып әлек. Ондай сәтте ашуланған анасы: менде нелерің бар? Мен байға тимегенім сендерге батып бара ма? Сендерден ешкім бай сұраған жоқ, деп ашулана отырыстардан кетіп қалатын еді. Кейде туыс жеңгелері сыртынан го-го өсек айтып қалатын: осыған жанымыз ашып жүрсе, айтқанын қарашы, бізге салсам байсыз өт, деп өзара күйіп пісетін. Өмір өтіп жатыр, күйбен, қу тіршіліктен қама. 2 қызы мектепке жақсы оқып, белсенді оқушы болды. Бәрінен де Шамшырақ ару өте жұпыны киінсе де, сұлулығына тең келмейтін қанша жігіттің арманы еді. Талай жігіттер сөз айтып, осы бір талдырмаш сұлу қыздың жүрегін жаулай алмады. Мектепті үздік бітірген Шамшырақ жоғары оқу орнына қиналмай түсті. Жолы болған қыз өте бақытты еді. Анасы мен ауылда қалғанын
Сіңілісін әр аптан жексенбі күні почтадан телефон шалып жағдайларын біліп тұрады. Оқуға түскен ауыл қызы үлкен қаладан сұлулығының кесірі тие бастады. Басында бәрі керемет еді. Қасындағы қыздарға қарапайым, тез тіл табысып кетті. Алайда деканы ер адам. Жас қыздың сұлулығына есі кеткен 40-тан асқан еркек шамшырақты айналшықтап төс салғанда қыздың төбе шашы тік тұрды. Бірде шамшырақты жеке шақырып алған декан, сұлу қыз, сені деп ақырын қолынан сипап қойды. Бұл қылығына таң қалған қыз, ағай бұныңыз не деген еді. Ұсқынын кетіріп тұратын көзілдірігін шешкен декан, саған өлердей ғашықпын, мен сұлуым болшы, қалағанды жасаймын дейді. Өз әкесімен құрдас кісіден мынадай сөз алғаш естіген қыз, жоғалыңыз оңбаған екенсіз, ұялмайсыз ба, әкемен жасты адамсыз. Ары қарай сөзін айта алмай жылап шығып кетті. Жылап келеді, өз әкесі сол бір намыстан өлдемес пе? Соңғы жазған тілдей хатына, мен мына өмірде тәнім ауырғаннан өз өмірімді қимадым. Күн сайын қыздарымның алдында әуретті жерімді көрсету қаншалықты ауыр еді. Әттең, сол күні ащы суды ішпегенімде, әттең. Асыл қыздарым мендей шарасыз әкеңді кешіріңдерші. Кешіріңдерші, енді шыдай алмаймын. Сендерді қатты жақсы көремін. Бақытты болыңдаршы, деп жазған еді. Әттең-ай, әрбір еркек менің әкемдей намысшыл болғанда, мынадай айуандар қайдан шығады екен, деп өз әкесінің қазасы есіне түсіп жатақханаға қарай жылап келеді. Басын төмен салып, ешкім жылағанын көрмесін деген оймен келе жатқан шамшырақ бір жігітке соқтығысып қалды. Жалғасы бар. Арнамды жоғалтып алмау үшін тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.